Жарқыраған мың күн 5-ші бөлім. Бір апта өтсе де Тарықтан еш хабар болмады. Екінші апта да жым-жылас өте берді. Уақыт өткізу үшін Ләйлә әкесі жамай алмаған есік торындағы саңылауды бүтіндеді. Әкесінің шаң басқан кітаптарын қағыстырып, алфавит бойынша реттеп тізді. Хасина Гиди және Гидидің шешесімен бірге Тауық көшесін айналып келуге де шықты. Оның шешесі тігінші еді. Гиди шешесімен бірге киім тігетін. Сол аптада Ләйлә дүниеде біреуді күтуден артық азап жоқтығына имандай сенді. Тағы бір апта өтті. Ләйләнің ойы сан-саққа жүгірді. Ол енді қайтып келмейді. Көшіп кеткендері де дұрыс болды. Ата-анасының Газниға туысшылап кетуінің астарында бұл екеуінің азапты қимастық қоштасуын болдырмау мақсаты болған. Ол тағы да жасырынған минаны басып кетсе керек. Алғаш рет мина жарылып, бір аяғынан айырылғанда ата-анасы оны Газниға апарған. 1981 жылы, яки Ләйлә 3 жасқа толған жылы, Тарықтың тәлейі оңынан келіп, бір рет аман қалған екен. Бірақ бұл жолы осындай мың сан ой оның қиялын шырмап алды. Бір күні кеште Ләйлә көшенің төмен жағынан фонардың жылт еткен жарығын көрді де айғай салып секірді. Сып беріп төсегінің астындағы фонарын алып жақпақшы болды. Онысы жанбады. Ызалана фонарын неше мәрте алақанына ұрса да жанбады. Тарық қайтып келген. Ләйлә төсектің шетінде отырып жеңіл күрсінді де қайта-қайта жылтылдап жанып сөнген сол бір әсем сарғыш нұрды тамашалады. Ертесі таңертең Ләйлә Тарықтың үйін бетке алды. Көшенің қарсы бетінде Хадим мен оның достары тұратын. Хадим тізерлеп таяқпен топыраққа бірдеңені сызып жатқан. Ләйләні көрген бойда қолындағы таяғын тастай салып саусақтарын ойнатты. Артынша бірдеңе деп еді, достары қарқылдай күлісті. Ләйлә басын төмен салып, тездетіп алға жылжыды. «Шашыңды не істегенсің?» деп таңдана айғай салды Ләйлә Тарықты көрген сәтте. Әйтсе де оның кіші әкесінің шаштараз екені есіне түсті. Тарық тақырлап алған басын сипалап, тістерін көрсете күлді. «Жарасып тұрма? Жас сарбазға ұқсап қалыпсың. Сипап көресің бе?» деді ол басын еңкейтіп. Қою тікенек шаш Ләйләнің алақанын жыбырлатып, жеңіл қытықтады. Тарықтың сопақша тегіс қырылған басына үңіле қарап тұрды. Тарықтың беті аптапта жел қағып қарайып кетіпті. «Несіне сонша ұзақ жоғалдыңдар?» «Кіші әкем ауырып қалды. Кірсеңші, ішке кір». Ол Ләйләні үйге бастап кірді. Еденіне ескі кілем төселген осы үй Ләйләға сонша жағымды көрінетін. Дивандағы әртүрлі матадан қиюластыра тігілген төсеніш, ине шаншылған орамды жіп, ескі журналдар мен қорабына салынып бір бұрышқа жинап қойылған аккордеон Тарықтың қарапайым, бірақ көңілді тұрмысының белгілері іспетті. «Кім болды екен?» Ас үйден Тарықтың шешесінің үні естілді. «Ләйлә», деді Тарық. Ол орындықты кейін тартып Ләйләға ыңғайлады. Аулаға қараған қос қабат терезеден түскен сәуле үй ішін түгел жарқыратып тұрған. Терезе текшесіне Тарықтың шешесі тұздаған баклажан мен сәбіз тосабын салу үшін дайындап қойған бос құтылар тізіліпті. «Біздің келін екен ғой», деді Тарықтың әкесі есіктен кіре беріп. Әкесі ағаш шебері болатын. Арық, шашы ағарған 60-тар шамасындағы адам еді. Қасқа тістерінің ортасы ашылған, сығырайған қысық көзінен өмірінің көп бөлігін сыртта өткерген жан екені байқалатын. Ол құшағын ашып, Ләйләні бауырына басты. Ләйләға таныс және жағымды ағаш ұнтағының дымқыл иісі мұрнына келді. Олар бетін 3 рет тегізіп амандасты. «Ләйләні бұлай шақыра берсең, ендігәрі келмей қояр», деді Тарықтың шешесі өтіп бара жатып. Ол жайпақ табаққа үлкен ыдыс, бір қасық және 4 кесе қойып әкелді де дастарханның шетіне жайғастырды. «Бұл кәрінің сөзіне құлақ салма, қызым», деді ол Ләйләнің жүзін алақанымен сипап. «Сені көріп қуанып қалдым, тәтті қыз. Кел, отыр. Сапардан біраз жеміс қақтарын ала келдім. Дәмін тат». Үйдегі үлкен ағаш үстел сырланбаған. Тарықтың әкесі бұл үстел орындықтарды өз қолымен жасаған. Оның бетіне ай мен жұлдыздың нобайы түсірілген жасыл түсті дастархан жайылған. Үйдің қабырғаларына түгелдей Тарықтың кішкентай кезіндегі суреттері жапсырылған. Арасында оның 2 аяғы сау кезінде түсірілген суреттер де бар еді. «Ініңіз ауырып қалыпты деп естідім», деді Ләйлә Тарықтың әкесіне кеседегі суға шыланған жеміс, пісте бадам мен жүзімнен ауыз тиіп отырып. Тарықтың әкесі шылымын тұтатты. «Я, Құдайға шүкір, қазір тәуірленіп қалды. Жүрегі ұстап қалыпты.
осымен екінші рет, деді Тарықтың шешесі күйеуіне тыжырана қарап. Тарықтың әкесі аузындағы түтінді үрлеп жіберіп Ләйләға қарап көзін қысып қойды. Тарықтың әке-шешесін оның атасы мен әжесі десе де былайғы жұрт сенер еді. Шешесі оны 40 жастан асқанда туған. «Әкеңнің жағдайы қалай, қызым?» деді Тарықтың шешесі кеседен көзін алмай. Ләйлә бұл кісіні танығалы бері басына парик киетін. Оңып кеткен паригі маңдайына сырғып, самайындағы ақ шашы көрініп тұрған. Кей күндері сол парик ерекше сымбатты таралатын. Әйткенмен бұл шаш байсалдылық есіп тұрған шырай мен қырағы көзіне қылаудай дақ түсірмеген. Жақсы, қазір де сыйлы да, денсаулығы жақсы. Шешең ше? Кейде қалыпты, кей күндері онша емес, бұрынғыдай сол. Әлбетте, деді Тарықтың шешесі қобалжыған сыңайда. Ана үшін балаларынан айырылудан артық азап бар ма? Түскі асты біздің үйден ішесің бе? Деп сұрады Тарық. Сөйте ғой, деді шешесі, мен сорпа қайнатып жатырмын. Сіздерді әурелейтін болдым. Әуресі несі? 2 апта көрмегенге жатсынып қалыпсың ғой. Жарайды, тамақтанып кетейін, деді Ләйлә қысыла күлімсіреп. Онда келістік. Шынында Ләйлә өз үйінен гөрі Тарықтың үйінен тамақтанғанды жақсы көретін. Тарықтың үйінде жалғыз тамақтану атымен жоқ. Қашан көрсең отбасы болып жиылып отырып тамақтанады. Ләйлә бұл отбасының әдетін ұнататын. Осы үйдегі күлгін пластикалық стаканды, шайға бір тілім лимон салып ішуді, тамақтан бұрын жаңа ұйыған айран ішу, әр тамақтың үстіне апельсин шырынын тамызып жеуді ұнататын. Ас үстінде бір-бірін зілсіз әзілдермен қағытулары мен әңгімесінің ауаны оны қызықтыратын. Тарықтың отбасындағылар пуштун ұлысынан, әдетте пуштунша сөйлеседі. Ләйлә мектепте пуштун тілін үйренгендіктен едәуір түсінетін. Алайда Ләйлә бар кездері әңгімелері парсыша жалғасатын. Ләйләнің шешесінің айтуынша, Ауғанстандағы аз санды ұлттардың бірі болған өзі сияқты тәжіктер мен Тарықтың ұлысы Ауғанстандағы саны жағынан ең көп болған пуштундар арасында келіспеушіліктер бар сыңайлы. Тәжіктер өздерін пуштундардың кемсітуіне ұшыраған жандармыз деп санайтын көрінеді. Пуштун сұлтандары Ауғанстанды 250 жыл билесе, тәжіктер 1929 жылы бар болғаны 9 ай ғана таққа ие болған екен. Сіз ше? Деп сұраған еді Ләйлә әкесінен. Сіз де кемсітілдің деп есептейсіз бе, әке? Әкесі көзілдірігін көйлегінің етегіне сүртіп отырып, меніңше, сен тәжік, мен пуштун, ол хазар, бұл өзбек дегендердің бәрі де ұшқары әрі қауіпті сөздер. Бәріміз ауғандықтармыз. Ең маңыздысы да осы. Дегенмен, бір ұлт өзге бір ұлтты ұзақ уақыт билеп төстесе, олардың арасында үнемі келіспеушіліктер мен дүртараздық болып тұрады. Әлімсақтан солай болып келген. Бәлки әкесінің айтқандары дұрыс шығар, алайда Ләйлә Тарықтың үйіне кіргенде еш салқындық байқамайды. Олардың ұл, тіл, тіпті ғұрып әдеттерінің жаттығы оның Тарықтың отбасындағылармен қарым-қатынасына еш әсерін тигізбеген және тигізеріне де сенбейтін. Карта ойнаймыз ба? Деді Тарық. Сөйтіңдер, екеуің жоғарыға көтеріліп ойнаңдар, деді шешесі күйеуінің шылым шегуіне наразы болғандай түтінін желпіп, мен сорпаға қарайын. Тарықтың бөлмесінде етпеттей жатып, олар панчпар ойнай бастады. Тарық Ләйләға сапары жайлы әңгімеледі. Кіші әкесіне көмектесіп, алма көшетін еккенін, гүлзардың арасынан тірі жылан ұстап алғанын айтты. Тарықтың бөлмесінде үй тапсырмасын бірге орындау, карта ойнау олардың дағдылы әдетіне айналған. Кейде бір-бірін әжуалаған суреттер сызысатын. Жаңбырлы күндері терезенің түбінде газдалған ыстық апельсин сусынын ішіп, әйнекке тамған жаңбыр тамшыларын тамашалайтын. Мына жұмбақты шешіп көр, қане, деді Ләйлә қолындағы карталарды араластырып. Жаһанды кезеді, бұрыштан шықпайды, ол не? Тұра тұр. Тарық орнынан тұрып протез аяғын созды да бір қырымен жатты. Сәл-пәл ауырсынғаны қысылған көзінен білініп тұрған. Жастықты алып берші. Ол Ләйлә алып берген жастықты аяғының астына қойды. Енді ыңғайлы болды. Ләйлә 6 жасында Тарықтың кесілген аяғының ұшын алғаш көрген. Сол кезде тізесінің төмен жағындағы жылтырап тұрған терісін бір қолымен басқанда, қолына болар-болмас бүртіктер білінген. Тарық оған бүртіктер аяғының тізеден төменгі бөлігін ампутациялағаннан кейін өсіп шыққан сүйектер екенін түсіндірген. Ләйлә аяғының қажалып ауыратын-ауырмайтынын сұрағанда, Тарық кей түндері қызып ауыратынын, протезге сыймай әуре қылатынын айтқан. Күн ысып кеткенде мына жері темірге қажалып қызарып кетеді.
шешем маз жақса ауырғаны басылады дегенде Ләйләнің көзіне жас келген. Несіне жылайсың? деген ол протезін жылдам орнына салып. Өзің көрсетші дедің, жылауық. Мұндайыңды білгенде саған ешқашан көрсетпес едім. Марка, деді Тарық. Не? Жұмбағыңның жауабын айтамын. Ол пошта маркасы. Түскі астан кейін хайуанаттар бағына барып келсек қайтеді? Жауабын бұрыннан білетін болып тұрсың ғой, ә? Жоға, білмеймін, өтірікші. Өзің іштарлық қылып тұрсың. Несіне? Менің ақылдылығыма. Не? Сен ақылдысың ба? Ендеше айтшы қане, шахматта үнемі кім ұтады? Саған жол беріп әдейі ұтыла саламын, деді ол күліп. Әйтсе де оның сөзінің жалған екені екеуіне де аян еді. Математика сынағынан өте алмаған кім? Менен бір сынып жоғары болсаң да, жәрдем сұрап маған келетініңді қайда қоясың? Егер математикадан қиналмаған болсам, сенен 2 сынып жоғары оқитын едім. Меніңше география сенің жауың ғой деймін. Оны қайдан білесің? Көп сөзді қой, нақты іске көшейік. Баққа барамыз ба, жоқ па? Ләйлә күлімсіреді. Жақсы, барайық. Мұның жақсы болды. Сені сағындым. Арада аздаған үнсіздік орнады. Тарық күлкі аралас ыңғайсыздықпен Ләйләға қарап, саған не болды? деді. Ләйлә, Хасина, Гиди үшеуі бір-бірін 2 күн көрмесе сол бір сөзді ауыздарынан тастамайтын, бір-біріне көңілдерін бүкпесіз білдіретін. Ой, сені сағындым, Хасина, мен де сені сағындым. Дегенмен Ләйлә дәл сол сөздерді қолданып Тарыққа деген достығын білдіргенде ол бейне айтуға болмайтын бір сырды естіп қысылғандай, нендей ыңғай танытарын білмей тосылып қалды. Ләйлә оның аңтарыла қарағанынан, ұлдар мен қыздардың мұндай жағдайларда ұқсамайтынын, олардың бір-біріне достық көңілін білдірудің еш зәрушілігі жоқтығын аңғарды. Ләйләнің ағалары осында болса, олар да Тарықтың күйін кешереді. Оған анық болғаны, ұлдардың достыққа деген көзқарасы адамдардың күннің барына сұрақ қоймайтыны секілді, оның нұрынан ғана қуат алатын, былайша айтыла бермейтін іс екен. Жүйкеңе тиейін деп әдейі айта салдым. Ендеше мақсатына жеттің. Тарықтың қысылғанынан қызыл-күрең тартқан жүзі біразға дейін қалпына келмеді. Ләйләнің өткен істерді Тарыққа айту ойы жоқ еді. Оған себеп Тарықтың ештеңені аяқсыз қалдырмайтыны, ешкімге есесін жібермейтіні. Ләйлә онымен бірге автобус аялдамасына қарай беттегенде Хадим белбеуін бүктей ұстап тамға сүйеніп тұрды. Қаумалаған достары қасында. Ол Ләйләға қарап тілін шығарып қабағын түйді. Ол болған істі Тарыққа айтып салды. Әйтсе де сөздің ұшын шығарып қана іркілді. Ол не істеді дедің? Ләйлә жауап берді. Тарық сұқ саусағымен Хадимді нұсқай сұрады. Анау ма? Қателеспеген шығарсың? Жоқ, қателеспедім. Тарық тісін қайрап пуштунша бірдеңелерді ызалана күбірледі. Ләйлә оның не дегенін аңғармады. Сен осында тұр, деді ол парсыша. Жоқ, Тарық, қоя сал. Ол әлдеқашан көшенің арғы бетіне өтіп кеткен еді. Хадимнің жүзіндегі күлкі Тарықты көрген бойда қайда ұшқаны белгісіз ғайып болды. Алға 1-2 қадам аттап, қолындағы белбеуін ыңғайлап, дайынмын дегендей Тарыққа қарады. Қасындағылар да оған ілесті. Ләйлә мұны айтқанына өкінді. Олар дөбелесіп қалса ше, Хадимнің қанша адамы бар? 10, 11, 12 ме? Олар Тарықты соққыға жықса ше. Тарық Хадимнен бірнеше қадам аралық сақтап тоқтады. Ләйлә оның сол сәтте ниетінен қайтып қалуын қалады. Тарық еңкейе берді. Аяғының бауын байлап жатыр ма, әлде артқа қайтып кетудің айласы ма? Алайда Ләйлә оның не істемек болғанын түсінді. Ол бір аяғымен орнынан тұрғанда басқалар не болатынын білді. Тарық бір аяғымен секіріп Хадимға жақындай түсті. Протезін семсер көтергендей бір қолына алды. Маңайдағылар бойлары қалшылдап жарыла шетке ығысып, оған жол берді. Сол-ақ екен, төңіректі шаң тозаңмен жұдырықтасқан, тепкілескен, ыңыранған дауыстар шықты. Сол күннен бастап Хадим Ләйләға қарасын көрсетпеді. Ләйлә бүгін кеште де күндегідей 2 кісілік ас дайындады. Фариби оған әкесі қайтып келмес бұрын тамағын бөлмесіне әкеліп беруін айтатын. Ләйлә әкесімен кешкі асқа отырғанда ол тамағын жеп тауысып ұйқыға кетеді, не пердеге қадала қарап жатады. Хакім тазалық бөлмесінен шығып дастарханға келіп отырды. Шашындағы ұн жұғындыларын жуып, тазалап, шашын артына қайыра тарап алған еді. Бүгін қандай тамақ, Ләйлә? Көже. Өте жақсы. Ол шашын құрғатқан орамалды бүктеп жатып, сонымен бүгін нені пысықтайтын едік? Бөлшек сандарды қосуды ма? Жоқ, бұрыс бөлшекті аралас санға айналдыруды. Дұрыс. Әр күні кешкі астан соң әкесі Ләйләнің үй тапсырмасын орындауына көмектеседі. Өзі де тапсырма беретін.
Онысы мектепте өтіліп жатқан сабақтарға наразылығынан емес, Ләйләнің сыныптағы өзге балалардан бірер қадам алда жүруі үшін. Мектептегі үгіт-насихат сипатындағы мазмұндарды есепке алмағанда, өтіліп жатқан дәрістерге ол қарсы емес еді. Жаңа үкімет оны қызметінен, өзінің сүйікті ісінен айырса да, олардың білім саласын жандандыруға қосқан үлестерін тым құрғанда сондай мақсаттары барын хакім жоққа шығармайтын. Әсіресе әйелдердің білім алуы хақындағы зор өзгерістерді ешкім де жоққа шығармайтын. Үкімет барлық әйелдердің сауат ашуын жолға қойған. Хакім Ләйләға университеттегі студенттердің 1/3 қыздар екенін, олардың дәрігерлік, заңгерлік және инженерлік мамандықтарында оқи алатынын айтқан. Бұл елде әйелдер ежелден қиындық көріп келген Ләйлә. Дегенмен қазір жаңа үкіметтің қол астында олар бұрынғыға қарағанда көп еркіндікке ие болды, көп іске қақылы болды, деді хакім. Әйелі естіп қала ма деп сыбырлады. Әйелінің жаңа үкімет жағына шығатын бір ауыз сөзге де ықыласы жоқ еді. Әйтсе де бұл ақиқат деген ол, Ауғанстанда әйелдердің күні туатын, бағы жанатын кезі келді. Сен де сол қатарда еркіндіктің игілігін көресің. Оның тебіренген отты көзінен қасірет ұшқынымен мұндалайтын. Ол басын шайқап тұрып сөйлейтін. Жұрттың ол жерлерде қолына құрал алып ұрысқа аттанғанының себептерінің бірі де дәл сол. Хакімнің ол жерлер дегені Кабул емес. Кабул Ауғанстанның басқа өңірлеріне қарағанда еркін әрі дамыған қала санатында. Мұнда әйелдер университеттерде дәріс береді, мектептерді басқарады, үкіметтік лауазымдарға ие болатын. Хакімнің көздегені Ауғанстанның шығыс және оңтүстік өңірлеріндегі Пәкістан шекарасына жақын пуштундар жиі қоныстанған аймақтардағы тайпалар. Бұл аймақтарда әйелдердің көшеге шығуы шектелген. Шыққан күннің өзінде бұрқа киіп, күйеулерімен бірге жүрулер керек. Онда ежелгі тайпалық заңдармен өмір сүретін адамдар тұратын. Ондағылар коммунистердің әйелдерді азат қылуына, мәжбүрлі некені жоюына, тұрмысқа шығу жасын 16-дан көтеруіне қарсы. Тағы бір дінсіз үкіметтің қыздарын үйінен айырып мектептерге жіберуін, әйелдерді ерлермен бірге жұмыс істеуге мәжбүрлеуін өздері үшін жасалған қиянат деп қарайтын. Хакімнің ол жерлер дегені міне осындай ұстанымға ие еркектер үстемдік жүргізетін өңірлерді меңзеген. Ондайдан Құдай сақтасын десе де әуелі, дейтін хакім уайымды жүзбен. Ләйлә қызым, Ауғанстанның жеңе алмайтын ең үлкен жауы дәл Ауғанстанның өзі, деп терең күрсінетін. Хакім бір жапырақ нанды көжеге шылады. Астан соң Ләйлә әкесіне тарихтың хадимнің сазайын қалай бергенін айтып бермекші болған. Алайда оған ондай мүмкіндік бұйырмады. Дәл сол сәтте есік қағылып, босағада хабар әкелген бейтаныс адам көрінді. Ләйлә есікті ашты. Жел қағып, аптап күйдірген жүзі тотығып кеткен, үстіне топырақ түстес пальто, басына тымақ киген біреу босағада тұрған. Ата-анаңызбен жолықпақшы едім, деді ол Ләйләға. Сіз кімсіз? Хакім Ләйләнің иығынан тартып шетке ығыстырды. Сен жоғарыға шық, Ләйлә, бара ғой. Ләйлә баспалдақпен көтеріліп бара жатып, қонақтың хакімге Панширден хабар әкелгенін естіді. Фарибе де төменге түскен еді. Ол алақанымен аузын басып, біресе хакімге, біресе қонаққа жаутаңдап қарады. Ләйлә үстіңгі қабаттан төменге қарап, ата-анасының қонақты үстелге бастап бірге отырғандарын көрді. Қонақ басын оларға жақын әкеліп бірдеңелерді сыбырлап еді. Хакімнің өңі бұзылып, басы салақтай берді. Фарибе шашын жұлып, баж етіп, бар даусымен еңірей жөнелді. Ертесі таңда қыстақтағы бір топ әйел келіп, нәзір ісіне даярлық қыла бастады. Фарибе диванда қол орамалын ұстап отырған, бет-аузы ісіп кеткен. Екі жағындағы әйелдер кезекпен кезек оның қолын ұстап, баланы әлдилегендей-ақ басу айтып, көңілін аулап әуре. Фарибе олардың қасында бар жоғын да сезбей бордай үкілді. Ләйлә шешесінің қасына келіп, тізерлей отырып қолын ұстады. Шеше. Фарибе жүзін Ләйләға бұрды. Шешеңнің қасындамыз, уайымдама Ләйләжан, деді әйелдердің бірі. Өлім-жітім бола қалса көмектесуді парызы санап, зыр жүгіретін, өз міндетін біреуге итермей атқара беретін осындай әйелдерді Ләйлә білетін. Бәрі өз орнында, бара ғой қызым, шешеңнің өз-өзіне келуіне мүмкіндік бер. Ләйлә не істерін де білмей бөлмелерге кезек кіріп жүре берді. Ас үйге де еш себепсіз кіріп шықты. Хасинаның шешесімен бірге аулаға кіргенін көріп, солардың алдына барды. Хасинаның ылғи да күлкі үйіріліп, өжеттік байқалып тұратын шырайы кірбің тартыпты. Кетемен шешесі де пайда болды. Ол Ләйләнің қасына жүгіріп келді де жіңішке арық білегімен оны ұзақ құшақтады.
Қайғыларыңа ортақпын, көңілім қатты құлазыды. Жатқан жерлері жайлы, тұрағы жәннаттан болғай, деді Гити көзіне жас алып. Рахмет. Лейла аулада Хасина мен Гитидің жанында отырды. Үйдегі шаруалармен әбігерленіп жатқан әйелдердің бірі оны ас үйге кіріп, таза тәрелкелерді үстелге тізуге бұйырды. Хакім де аң-таң халде аулада оңды-солды мақсатсыз жүре берді. Мұны көзімнен құртыңдар. Бұл Фарибенің таңертеңнен бері айтқан жалғыз ауыз сөзі. Хакім дәлізге қойылған бүктемелі орындыққа келіп отырды. Онымен ешкімнің шаруасы болмады. Ешкім де халін сұрамады. Дәлізден өтіп бара жатқан бір әйел оған жолын бөгеп қалғанын айтты. Хакім орнынан тез тұрып кешірім сұрады да кітапханаға кіріп кетті. Түстен кейін еркектер хакім жалға алған картекшедегі залға жиналды. Әйелдер үйге топ-топ болып батаға келе бастады. Лейла дәстүр бойынша қонақ бөлменің есік алдында қойылған орындықта шешесімен бірге отырды. Батаға кіргендер аяқ киімдерін шешіп, қайтыс болғандардың жақындарына көңіл айтып амандасқан соң қонақ бөлмеге айналдыра қойылған бүктемелі орындықтарға барып жайғасты. Араларында Лейляның кіндік шешесі Важиме де бар. Тарықтың шешесі паригінің сыртынан қара жаулық тартып алған еді. Лейляға қарап кейісті бейнемен күлімсіреді. Магнитофоннан Құран хатым естіліп тұрған. Әйелдердің кейбірі көзге жас алып, мұрындарын тартса, біреулері ахлап, үхлеп күрсінді. Енді біреулері күбірлеп аят оқыды. Әлдекімдер дауыстарын шығарып көрісіп жатты. Рашидтің әйелі Мәриям да үйге келді. Қара түсті хиджаб киіп алыпты. Хиджабтан шығып қалған шашы маңдайын жауып тұрған. Ол Лейляның қарсы алдына қойылған орындыққа келіп отырды. Фарибе кеудесімен тоқтаусыз алды-артына тербелді. Лейла шешесінің екі қолын ұстады, бірақ шешесінен еш жауап болмады. Шөлдедіңіз бе, шеше? Су ішесіз бе? Фарибе үндемеді. Көзі қабырғадағы кілемге қадалып, кеуде тұсы тынымсыз тербелді де отырды. Лейла үй ішіндегі қасіреттен өз отбасына келген қазаның қаншалық ауыр екенін сезінді. Ендігі ата-анасының үміті ізім қайым жоқ болған. Дегенмен ол шешесінің қаншалықты қайғы жұтып отырғанын әлі де болса шамалай алмаған. Лейляның тірідей көруі нәсіп болмаған ағаларының өліміне қайғыруы шынтуайтында қиын еді. Ахмет пен Нұр Лейла үшін ертегінің кейіпкерлеріндей аңыздарда айтылатын патшалардай еді. Керісінше ол үшін тарих, тірі жан, шынайы адам. Лейляға адам балағаттайтын пуштунша сөздерді үйреткен, тұздаған жапырақты бет-аузын тыжырып тұрып, құшырлана жеуді жақсы көретін, мойнының сол жағында шабдалы гүлі түстес қалы бар тірі адам. Сол үшін де шешесінің қасында Ахмет пен Нұрға аза тұтып отырған Лейляның жүрегіндегі нағыз ағасы әлі тірі еді. Фарибенің ауру мен қайғы меңдеген қасіретті күндері тағы жалғасты. Бір күн ішінде жүрек ауруынан бастап басы, буындары, құлағы мен сырын ешкім білмейтін сырқырап қақсаулары қайта басталды. Хакім оны емханаға апарып, қаны мен зәрін тексертті, рентгенге түсірді, алайда бойынан еш ауру белгісі байқалмады. Фарибе көбіне төсегінен түспейтін, үстіне қара түсті киімнен өзгесін кимейді, шашын жұлып, еріннің астындағы меңін тістелейді, ояу кезінде әлдекімдерді іздеп, арлы-берлі сенделіп жүреді. Бір кездері Ахмет пен Нұр ұйықтаған, бір-біріне жастық лақтырып ойнаған Лейляның бөлмесіне есігінен қарап кетеді. Сонда көретіні Лейла ғана. Дегенмен 5 уақыт намазын ұмытпайтын. Намазы бітерде басын төмен салып, екі қолын бетіне жақын әкеліп, Алладан мұджахидтердің жеңуін тілеп ұзақ дұға қылатын. Лейляға жүктелетін үй шаруалары одан сайын көбейе түсті. Өзі бас болып қарамағанында үй іші шашылған киім-кешек, аяқ киім, аузы ашылған күріш қалталары, жуылмаған ыдыс-аяқтар мен қорыс-қопасы шығар еді. Ол шешесінің киімдерін жуып, көйлектерін ауыстыратын. Шешесін мәжбүрлей төсегінен түсіріп, жуындырып тамақтандырады. Оған қоса әкесінің көйлектерін де үтіктеп, шалбарларын бүктеп реттейді. Бара-бара ас дайындау да басы бүтін Лейляның жұмысына айналды. Кейде ол үй шаруаларын тындырып, шешесінің төсегіне шығып, оны құшақтап, қолынан ұстап қасында жататын. Шешесінің шашы Лейляның бетіне тиеді. Шешесі сәл қозғалып, бәсең үнмен тіл қатады. Әңгімесі қашан да ұлдары жайлы. Бір күні олар төсекте тағы солай бірге жатқан. Фарибе әңгімесін бастады. Ахмет даусыз көсем болар еді. Онда ғажайып талант бар. Өзінен үлкендер де оның сөзін құрметпен тыңдайтын. Нұрды айтсаңшы, Құдайым, менің нұрым ылғи да ғимараттар мен көпірлердің сызбасын жасайтын.
сәулетші болып, Кабулды өзі жобалаған ғимараттармен өзгертпекші еді. Міне, енді екеуі де бұл дүниеде жоқ. Менің балаларым, менің шахидтерім. Ләйлә шешесінің жанында сөздерін тыңдап жатып, өзіне де көңіл аударғанын, өзінің әлі шахид болмағанын, шешесіне телміріп жатып, оның құдды ағаларынан күткені сияқты, өзінен де күтетін арман үмітінің бар жоғын білгісі келетін. Бірақ Ләйленің келешегінің ағаларындай болмайтыны оған аян. Шешесі бар болғаны оның ағаларын ғана ойлайтын. Ләйлә олардың арқасынан мойнын созып, шешесінің өзін де солардай көруін қалайтын. Олар өлсе де рухтары тірі Ләйляны шетке ығыстыра берген. Енді келіп шешесі олардың тірі тарихын баян ететін музейдің бастығына айналған. Ал Ләйлә музейді аралауға келген саяхатшыға, олардың хикаяларын жинақтаушыға, онымен қоймай шешесінің қалам алып, ағаларының дастандарын хатқа түсіретін қойын дәптеріне айналған еді. Хабар жеткізген кісінің айтуынша, олар балаларымның мәйітін артқы шептегі базаға алып келгенде, Ахмет Шах Масуд олардың ахиреттік жұмыстарын өзі бас болып жерлепті. Құран оқыпты. Ағаларың міне сондай жаужүрек қаһармандар. Ләйлә, Панширдің арыстаны атанған командир Масудтың, Алла ол кісіден разы болсын, ағаларыңды өз қолымен жерлегені нағыз мақтан тұтарлық іс. Фарибе оң жамбасына аунап түсті. Ләйлә басын оның кеудесіне қойды. Кей кездері, деді Фарибе даусын бәсеңдетіп, дәліздегі сағаттың шықылын естігенімде осыдан кейінгі оларсыз өткізетін күндер, апталар, айлар, жылдар есіме келеді де, бейне біреу кеудемнен басып тұрғандай тынысым тарылып кетеді. Ләйлә, сен түсінбейсің, мен сондай әлсіреп барамын, кейде жығылған жерімнен тұрмасам, мәңгі орнымнан тұрмасам деп тілеймін. Сізге қалай жәрдемдессем екен, шеше? Ләйлә шешесіне шын елжірегенімен сөздері естір құлаққа жадағай әрі жай мүләйім сөз сияқты білінді. Сен мықты қыз болдың, деді шешесі терең күрсініп, ал мен саған жақсы ана бола алмадым. Олай демеңіз, шеше. Бұл шын, мен білемін. Сол үшін көңілім алаң, құлыным. Шеше? Әу. Ләйлә басын көтеріп отырды да шешесіне қарады. Шашына ақ түсе бастапты. Бұрыннан етжеңді, толықша келген шешесінің сонша қуарып кеткеніне таң қалды. Жағы суалып, көйлегінің кеудесі көлбіреп қалған, неке жүзігі де саусағынан түсіп қала береді. Сізден бірдеңе сұрасам деп ойлап жүргеніме көп болды. Нені сұрамақ едің? Сіз ешқашан... Ләйлә сөзін бастады. Ол ойлағандарын Хасинаға айтқан еді. Хасинаның берген кеңесі бойынша құтыдағы аспириндерді қоқысқа лақтырып, ас үйдегі пышақтар мен кәуап істіктерін диванның астындағы кілемге жасырып қойған. Хасина ауладан тауып алған арқанды бір жақта еткен. Әкесі Ләйлядан ұстарасын сұрағанда, ол өзінің қорқынышты ойларын айтуға мәжбүр болған. Өзінің артық кеткенін, ондай қорқынышты жағдайдың еш уақытта болмайтынын әкесінің аузынан естуден үміттенген. Алайда әкесі қорқу мен таңырқау аралас үнсіз сілейіп қарап тұрған. Сіз ешқашан... Мен сізге алаңдаймын. Мен сол бір сұм хабарды естіген күн-ақ солай істеуді ойлағанмын, деді шешесі. Саған өтірік айтпаймын. Одан кейін де көп ойландым, бірақ болмайды. Сен алаңдама, Ләйлә. Ұлдарымның арманы орындалғанын көргім келеді. Кеңестіктердің жеңіліп, мұджахидтердің Кабулға жеңіспен оралғанын өз көзіммен көремін. Ауғанстанның азаттыққа қол жеткізгенін көрсем, ұлдарым да менің көзіммен сол күндерді көреді. Фарибе Ләйляны терең ойға қалдырып ұйқыға кетті. Ләйләға өзінің өмір сүретінін білдірді. Дегенмен ол өзінің өмір сүруге ниет етуінің ешқашан Ләйлә үшін еместігін ескерткенде секілді. Ол шешесінің жүрегінде ешқашан ағаларындай із қалдыра алмайды. Ләйлә үшін шешесінің жүрегі бейне теңіздің құмды жағалауы секілді. Оның шешесінің кеудесінде қалдырған іздері ағаларының қасіреттерімен жуылып кете бермек. Таксист ар жағынан көрінген кеңес армиясының УАЗ және бронетранспортерлерін алға өткізіп жіберу үшін көлігін жол шетіне тоқтатты. Таксисттің қасында отырған Тарых терезеден сыртқа қарап орыс тілінде айғайлады. «Пожалуйста!» УАЗ көлігі сигнал берді. Тарых ысқырып жауап қайтарып қолын бұлғады. Керемет зеңбіректерін, мықты машиналарын, сонша қуатты армияларын бола тұрып, рогаткасы ғана бар бір қауым шаруаға да тең келе алмағандарын қайтейін, деп айғай салды Тарых. Әскерлер өтіп кеткен соң таксист көлігін орнынан қозғады. Тағы қанша жол қалды, деді Ләйлә. Жолшыбай әскери көліктер, тексеріс қарауылдары кедергі жасамаса, 1 сағат шамасында жетеміз, деді таксист.
Хакім Ләйлә мен Тарықты бір күндік сапарға алып шыққан. Хасина да олармен бірге баруды ойлаған, алайда әкесі рұқсат етпеді. Бұл сапарды Ләйләнің әкесі жоспарлаған. Жалақысы бүгінгі бір күндік шығынға әрең жетсе де, бұл сапар үшін ол такси жалдап алған. Ол қайда баратындарын да Ләйләға анық айтпады. Ләйлә бұл сапардың өзінің білімін тереңдетіп, ой-өрісін кеңейтетінін ғана білетін. Олар таңғы 5-те жолға шыққан. Ләйлә көлік терезесінен қарлы шыңдарды, құмдықтарды, егіс алқаптарын, күн нұрымен шағылса жылтыраған тастарды тамашалады. Жолай бір қыдыру саз балшықтан тұрғызылған үйлер мен дестеленген, бауланған, төбе-төбе болып үйілген бидай егістіктерінен өтті. Алыстан қарауытқан көшпенділердің қара қостарын Ләйлә бірден таныды. Кеңес әскерлерінің күйреген танкілері мен тікұшақтарының қираған қаңқалары да көзге шалынады. Ләйлә жол бойы Ахмет пен Нұрдың Ауғанстанын көргендей болды. Сол соғыстар осы өлкелерде жүргізілген еді. Кабулда бұл соғыстардың пұшпағы да болмаған. Анда-санда естіліп қалатын мылтық дауысын, жол шетінде шылым шегіп тұрған кеңес әскерлері мен өтіп бара жатқан УАЗ көліктерін есепке алмағанда соғыс болып жатыр деген сөз Кабул халқына тек көшедегі қауесеттер секілді ғана естілетін. Түске таяу олар тағы 2 тексеру пунктінен өткен соң бір аңғарға жетіп келді. Әкесі Ләйләға алыстан қызарып көрінген ескі қорғанды көрсетті. Міне, бұл Шахри-Зохак, Қызыл шаһар. Бұл шаһар бұрын қамал болған екен. 9 ғасырда осы аңғарды басқыншылардан қорғану мақсатында салған көрінеді. 13 ғасырда Шыңғыс ханның немересі бұл жерге шабуыл жасапты, алайда жеңіліс тауып өлтіріліпті. Кейін Шыңғыс хан бұл қамалды өзі келіп ойрандапты. Менің жас достарым, міне, бұл біздің отанымыздың тарихы. Бұл басқыншылардан кейін екіншісі басып келеді, деді таксист қолындағы шылымының күлін терезеден сыртқа шертіп жіберіп. Македондықтар, сасанилер, арабтар, моғолдар дегендей. Енді келіп кеңестіктер басып алды. Біз ауғандықтар бейне алдарында көрініп тұрған анау қорғанға ұқсаймыз. Қираған, тозығы жеткен, бірақ соның өзінде еңсемізді тік көтеріп тұрмыз. Бұл шындық емес пе? Қалай ойлайсыз, Бадар? Шынында, деді хакім. Жарты сағаттан кейін таксист көлікті тоқтатты. Енді көліктен түсіңдер, деді хакім. Төңіректі көріңдер. Олар көліктен түсті. Әне анаған қараңдар, деді хакім саусағымен нұсқап. Тарық пен Ләйлә ауыздарын ашып тұрды да қалды. 100 жыл жасаса да өздерінің мұндай әсемдікті көре алмайтындарын сезінді. Бір жұп Будда мүсіні Ләйлә фотосуреттен көріп елестеткенінен әлдеқайда биік және көркем еді. Тік жартасқа ойылған бір жұп алып тас мүсін бейне 2000 жыл бұрынғы жібек жолымен өтіп бара жатқан керуендерге қарағандай өздеріне қадалып тұрған. Мүсіндердің екі жағындағы қабырғаларда жыпырлаған көп үңгірлер бар. Мына мүсіндердің алдында өзімді құмырсқадай сезініп тұрмын, деді Тарық. Үстіне өрмелеп шыққыларың келе ме? Деді хакім. Мүсіннің үстіне ме? Шығуға бола ма? Деді Ләйлә. Хакім күлімсірей қолын созып, жүріңдер, деді. Тарық Ләйлә мен хакімнің қолынан ұстап, тар да қараңғы айналма баспалдақтармен қинала жоғары өрмеледі. Жартастардан олар ұяшықтар мен қараңғы үңгірлерді көрді. Абайлаңдар, деді хакім дауысы жаңғырып кетті. Бұл жерлер сәл қатерлі. Баспалдақтың бір бөлігі үңгірге тұтасатын. Әсте төмен қараушы болмаңдар, балалар, жоғары қараңдар. Баспалдақпен төбеге шыққанша хакім оларға Бамиянның 9 ғасырдан бұрын яки араб мұсылмандарының билігіне өтуден бұрын Будда дінінің гүлденген орталықтарының бірі болғанын әңгімеледі. Құмтасқа салынған үңгірлер өз уақытысында мүсіндерді ойып жасаған монахтар мен сапарлай келгендердің қоналқасы болған. Монахтар үңгір қабырғалары мен төбелеріне ғажап фрескаларды сызып қалдырған. Бір кездері, деп сөзін жалғады хакім, міне осы жерде 5000-нан астам монах дәруіш болып өмір сүрген екен. Олар шоқыға шыққанда Тарықтың аяғында жан қалмады. Хакім ентіге дірілдеп қалса да, көзі шоқтай жанып тебіреніп тұрған. Біз қазір мүсіннің төбесінде тұрмыз, деді ол маңдайындағы терді қол орамалымен сүртіп. Анау жақта бір қуыс бар, сол жерден төңіректі тамашалайық. Олар жартастың астында қуыстың аузына абайлап басып жеткен соң, хакім балалардың ортасында тұрып төменге көз салды. Былай қараңдаршы, деді Ләйлә. Хакім күлімсіреді. Бәмен аңғары көсіліп жатқан егістік, дүмбе бидай жоңышқа, картоп жапырақтары алыстан жап-жасыл текеметтей көз тартады. Егістік арасына қатар-қатар ақ теректер отырғызылған. Арық тоғандар бір-бірімен айқыш-ұйқыш шырматылып жатыр. Тоған бойында әйелдер кір жууда.
Хакім оларға тау бөктерінде қатарласа созылып жатқан күріш пен арпа егістігін көрсетті. Күзгі жиын-терім науқаны болғандықтан алыстағы балшық тамдардың шатырларында күріш пен арпаларын жайып жатқан, ағараңдаған ұзын шапан киіп алған адамдар көрінеді. Қалаға тұтасатын күре жолдың екі жағалауында қатар кеткен ақ теректер болса, базар орталығында шағын дүкен, шайханалар мен шаштараздар бар. Ләйлә алыстағы таулы кент, қағыр адырларға назар салды. Одан да әрі Ауғанстандағы күллі тіршілікті сыртынан бағып, бақылап тұрған қойнауын мұз құрсаған ақ сәлделі маңғаз Гиндукуш тауы жатыр. Зеңгір аспанда теңгедей бұлт жоқ. Неткен ғажабы, деді Ләйлә терең тыныс алып. Өрісте қоралы қой, үйірлі жылқы үнсіз жайылады, маңырап та кісінеп те қоймайды. Әр жолы осында келгенімде дәл осы тыныштықтан рахаттанамын. Сендерді де сондай ғажап күйге бөленсін деп алып келдім. Ең бастысы ата-бабаларыңның іздерін көрсін, елінің тарихынан тағылым алсын дедім. Кейде жұрттан естіп, кітаптан оқып біліп алуға болады, бірақ кей дүниені өз көзіңмен көріп, жүрегіңмен сезінгенде ғана түйсіне аласың. Қараңдар, деді Тарых әуедегі бүркітті көрсетіп. Шешемді де осы жерге алып келген бе едіңіз, деді Ләйлә. Көп рет әкелдім. Ахмет пен Нұр өмірге келмей тұрып, олар туғаннан кейін де көп келдік. Ол кездері шешем едәуір тәуекелшіл әйел еді, сондай сергек. Өмірімде ол секілді ақ жарқын және өжет жанды көрмегенмін, деді ол қиялдай күлімсіреп. Оның ешкімге ұқсамайтын күлкісі бар, Ләйлә. Мен сол күлкісіне басым айналып қалып, оған үйленгенмін. Ол адамды бейне шамдай ерітіп жібере алады. Мойынсұнбауға шараң жоқ. Хакім шашы желмен қобырап, шынтағымен тасқа сүйеніп, бір қолымен маңдайын тіреп, күн нұрында көзін сығырайта алысқа көз тіге Фарибені ойлап тұрған. Хакімге қарап тұрған Ләйләнің бойын бір жылы ағыс шарпып өтті. Мына жақтағы қуыстарды көріп келейін, деді Тарых. Абайлап жүр. Иә аға. Тарықтың даусында пайда болған жаңғырық төңіректі жаңғыртты. Ләйлә төмен жақта әңгімелесіп тұрған үш адамды көрді. Олардың қасында бұтаға байлаулы бір сиыр тұр. Мен де ағаларыңды сағынамын, Ләйлә, деді Хакім көзіне жас іркіліп, иегі дірілдеп. Мен енді шешеңмен... Ол қуаныш пен қайғыға өзін көбірек жеңдіреді. Күйініш сүйінішін жасыра алмайды. Алайда мен оған ұқсамасам керек. Бәрін ішімде тындырып. Дегенмен бұл жағдай мені де құлазытты. Оларды қатты сағынамын. Оларды ойламаған бір күнім болған емес. Қатты қайғырамын, Ләйлә, қатты қайғырамын. Ол көзінің қиығын қолының сыртымен сүртіп, сөзін аяқтамақшы болды. Жылап жібермес үшін ернін тістеді. Айналаны өлі тыныштық басты. Аллаға шүкір, бақытыма сен барсың, деді ол терең тыныс алып. Сені берген ұлы жаратушыға алғысымды айтып дұға қыламын. Әр күні дұға қыламын. Кейде шешең ашу ызаға беріліп, қапаланған күндері сенен басқа ешкім жоқ екенін сезінемін, Ләйлә. Ләйлә әкесіне жақындап, басын кеудесіне қойды. Хакім қызынан әсерленіп кетті. Әдетте оның көңіл күйін бұлай білдіретін кездері сирек еді. Қызын бауырына басып, маңдайынан сүйді. Екеуі Бамиян аңғарына қарады. Бұл жерді сонша жақсы көрсем де, кейде тым шалғай өлкелерге кеткім келеді, деді Хакім. Қайда? Шалғайға, бұл жердегі қасіретті ұмытуға септігі тиетін мекенге. Мүмкін әуелі Пәкістанға барармыз. Ол жерде құжаттарымызды ыңғайлағанша 1-2 жыл тұрып қалармыз. Содан соң ше? Содан соң бұл дүние кең, жолымыз түссе Америкаға тартамыз. Калифорния секілді теңіз жағалауындағы штаттарға барып қоныстанармыз. Хакім Ләйләға америкалықтардың көңілі дархан, құшағы кең, жайғасып алғанша қаржылай жәрдем береді деп түсіндірді. Бара салып жұмыс табамын. 1 жылдан соң азырақ ақша құрап, кішігірім ауған мейрамханасын ашамыз. Бірнеше үстел орындық кілемдермен қарапайым ғана әсемдейміз. Қабырғаларына Кабулдың суреттерін ілеміз. Америкалықтарға ауған тағамдарының тіл үйірер бал дәмін татқызып жібереміз. Шешеңнің қолынан даярланған асқа аузы бір десе, олар көше бойлап ұзын сонар кезекке тұрар еді. Сен әлбетте мектепте оқисың. Сені орта мектепте, одан университетте оқыту біздің міндетіміз болады. Дегенмен бос уақытында қонақтардан тапсыр салып, шай құйып жәрдемдессең болады. Хакім мейрамханада туған күн отырыстарын, неке шайын беру рәсімін, жаңа жылды тойлау дегенде іс-шараларды өткізу үшін үстелге тапсырыс берсе де болатынын сөз қылды. Оның айтуынша, олардың мейрамханасы өздері іспеттес соғыстан қашып барған ауғандардың бас қосатын орнына айналады. Қонақтар қайтып кеткен соң, Хакім, Ләйлә, Фарибе үшеуі бірге ыстық шай демдеп іше отырып,
Құдайдың өздеріне берген ризығына шүкір айтып мейрамхананың табысын есептейді екен. Ол сөзін аяқтап үнсіз қалды. Ләйла да жым-жырт қиялға шомды. Фарибенің ешқайда бармайтыны екеуіне де аян еді. Ахмет пен Нұрдың тірі кезінде Ауғанстаннан кету Фарибе үшін мүмкін болмаған шаруа. Енді міне олар шахид болғанда ондай ойға келісу Фарибе үшін балаларының берген құрбандықтарына қылған қиянаты мен опасыздығы саналмақ. Мұндай қиялдауға батылың қалай барады? Шешесі Ләйлаға осылай дегендей сезілді. Олардың қиған жаны сен үшін түкке тұрғысыз нәрсе ме, о ағасы? Өзімді балаларымның қаны төгілген осы топырақта тік басып тұрғаныммен жұбатамын. Жоқ, желкемнің шұңқыр көрсін сол жерлеріңді. Осы күндерде хакім үшін Фарибені оның әйелі дегеннен гөрі қызының шешесі десе жарасар. Әйтсе де хакімнің Фарибені тастап ешқайда кетпейтіні Ләйлаға анық. Фарибенің көңілі үшін хакім өзінің қандай да тәтті қиялын бейне киіміне жұққан шаңды қағып тастағандай-ақ бір жаққа ысыра салмақ. Сол үшін де олар Ауғанстаннан кете алмайды. Соғыс біткенге дейін, тіпті соғыстан кейін де осы топырақта қалмақ. Бұл жолы Фарибе Ләйлаға өзінің ыңжық бір еркекке тиіп қалғанын жыр қылған. Алайда ол өзі үшін, өзіне деген махаббаты үшін бар өмірін бағыштаған бір адамның өзіне телміре қарап тұрғанын түсінбеген. Түскі аста олар суға пісірілген жұмыртқа, картоп пен нан жеді. Қарны тойған соң Тарық сарқырап су ағып жатқан арықтың жағасында күртесін басына жастап ұйқыға кетті. Таксист бадам дәнегін сатып алмаққа базар айналып келуге жүрді. Хакім үлкен бір түп акация ағашының саясында кітап оқуға кірісті. Кітап Ләйлаға таныс. Хакім оны Ләйлаға оқып берген. Онда Сантьяго есімді балықшының едәуір үлкен балықты ұстап алғаны, жағаға жеткенше балығын акулалар жеп тауысқаны баяндалады. Ләйла ағындағы салқын суға аяғын малып отырған. Қамыс басын ырғалтып қоңыр самал еседі. Шыбын-шіркей масаның ызыңы бір тынбайды. Күн нұрымен жарқыраған қанаттарын кең жайған инелік жабайы шөптердің жапырағына қонуға ыңғайланып қайта көтеріледі. Арықтың арғы бетінде бірнеше хазар балалары кеберсіген сиыр тезектерін теріп, арқалап алған қалталарына жинап жүрген. Алыстан қодықтың аңыраған даусы естілді де артынша генератор гүрілдеп қоя берді. Ләйлә әкесінің манағы сөздерін қайталай есіне алды. Теңіз жағалауындағы штаттарға. Будда мүсінінің төбесіндегі әкесімен болған әңгімеде ол өздерінің Ауғанстаннан кете алмайтынына риза екенін айтпады. Ол жан досы Гетиді, өжеттей сөзшең Хасинаны сағынады. Тарық Газниға кеткен кездегі 4 апта ол үшін тым ұзақ, ең мағынасыз өткен күндер болғаны санасында сыналанып қалған. Сөйте тұра оны мәңгі көре алмау азабына қайдан төссін. Соғыс өрті ағаларының жанын жалмаған осы топырақта тағы бір адаммен бірге болуды тілеу жанынан безгендік шығар бәлкім. Әйтсе де ол Тарықтың Хадимнің сазайын берген кезіндегі бейнесін көз алдына келтіргенде, оның қасында болу Ләйлаға бұл дүниеде ең қауіпсіз болумен бара-бар істей сезілген. 6 айдан кейін 1988 жылы сәуірдің 1 күні хакім үйге таңғаларлық хабар алып келді. Олар келісімге қол қойыпты, деді ол. Женевада ресми қол қойыпты. Олар кетеді екен. 9 ай ішінде барлық кеңес әскері Ауғанстаннан шегініп шығады. Жантайып төсегінде жатқан Фарибе мырс етті. Кеңес компартиясы әлі де өмір сүретіні рас болса, деді ол, президент Наджибулла биліктен ешқашан кетпейді. Ол кеңес одағының қуыршағы. Жоқ, меніңше, соғыс мұнымен бітпейді. Наджибулланың да күні бітуге шақ, деді хакім. Олар кетеді екен, шеше, Ауғанстаннан шығатын болыпты, бұл рас. Екеуің қуаныштарында тойлай беріңдер. Мұджахидтер Кабулға келіп, жеңіс шеруін жасамайынша жай таппаймын. Фарибе сөзін доғарып, жастыққа бас қойды да көрпесін қымтады. 1989 жыл қаңтар. 3 күннен соң Ләйла 11-ге толмақ. Бір күні қақаған суықта ол Хасинамен бірге ата-анасына ілесіп, кеңес әскерлерінің ең соңғы қосынының қаладан шегініп шығуын көрмекке көшеге шықты. Қарақұрым халық уәзір Акбархан Ақшам ауданының сыртындағы әскери базаның екі жағында жағалай тізіліп тұрған. Олар қар батпақ араласқан көшені таптап, қатарласып өткен танкілерге, қарулы әскерлерді алып бара жатқан көліктер мен бронетранспортерлерге қарап тұрысқан. Жиналған жұрттың бір тобы ысқырып, айғайлап, қол соғып, ұлардай шуласты. Ауғанстан әскерлері күре жолға шығып алғандарды ығыстырып, оқ атып ескерту жасайды. Фарибе Ахмет пен Нұрдың алмұрт ағашының астында бірге түскен суреттерін басынан асыра биік көтеріп тұрды.
Өзге әйелдер де шахид болған күйеулерінің, ұлдарының, туыстарының суреттерін көтеріп алған. Әлдекім Ләйлә мен Хасинаның иығынан жеңіл қақты. Тарых екен. «Андағы бәлені қайдан таптың?» деді Хасина қорқып. «Мынау ерекше күнді құттықтағым келді», деді Тарых. Басына орыс құлақшынын мыжырайта киіп алыпты. Онысының екі жағы салақтап тұр. «Қалай, жараса ма?» «Өзгеше болып тұрсың», деді Ләйлә сықылықтай күліп. «Көздегенім де сол ғой. Атанаң да сен сияқты киініп келді ме?» «Жоқ, олар үйде қалды». Өткен күзде Тарыхтың кіші әкесі Газнида жүрек талмасынан қайтыс болған. Бірнеше апта өтпей-ақ оның әкесінде де жүрек ауруы пайда болды. Содан бері оның көңілі пәс тартып, жабырқап жүрген. Ләйлә бүгін оның бұрынғыдай көңілді бейнесін көріп сүйсінді. Хакім мен Фарибе кеңес әскерлерінің шегініп шығуын көріп тұрғанда, Ләйлә, Тарых, Хасина үшеуі топтан бөлініп, төңіректі айналып келуге жүрді. Тарых екеуіне көшеден аскөк салынған бұршақ сорпасын алып берді. Олар сорпаны құлыптаулы тұрған кілем дүкенінің алдында отырып ішкен соң, Хасина ата-анасын іздеп жиналған топқа кіріп кетті. Қайтарда Тарых пен Ләйлә автобустың артқы орындығына отырды. Ләйләнің әке-шешесі алдыңғы жаққа жайғасты. Шешесі терезе жақтағы орындықта қолындағы суретін мықтап құшақтап отырған. Әкесі қасындағы адамның кеңес әскерлері қайтып кетсе де Наджибулланы қару-жарақпен қамтамасыз етеді деген тұспаларын құлықсыздау тыңдап отырған еді. Ол дегеніңіз кеңес одағының қолшоқпары. Мұндағы соғысты енді олар Наджибулла арқылы жалғастырады. Бұл туралы кім болса да бәстесе аламын. Жолаушылардың бірі оның пікірімен келісетінін білдірді. Сол күні кешқұрым Ләйлә мен Тарых кеңес одағының парсы тіліне аударған «Парк» фильмін көруге барды. Фильмге парсы тілі өзгеше түс беріпті. Онда жүк кемесінде орын алған бір оқиға баяндалады. Капитанның қызы Алена мен кеме қызметкері бір-бірін ұнатып қалады. Сапар үстінде кеме дауыл мен жауын-шашынға ұшырайды. Кеме қызметкерлерінің бірі абдырап бар даусымен айғайлады. Әйтсе де оған жасалған парсы тілінде дубляж тым бәсең әрі байсалды түрде «Мырзам, айып етпесеңіз, анау арқанды беріп жіберсеңіз» дейді. Мұны естіген Тарых еріксіз күліп жіберді. Ләйлә да ілесе сықылықтады. Әр жолы фильмдегі оқиға мен оған сай келмейтін дыбыстауларды естігенде олар күлкілерін тыя алмады. Алдында отырған кісі олардың тынышталуын сұрап әлек. Фильмнің соңында Алена әкесін көндіріп кеме қызметкерімен некелеседі. Екі жас шаттыққа шомады. Кемедегілер олардың тойымен мәре-сәре болып арақ ішіседі. «Ешқашан үйленбеймін», деді Тарых сыбырлап. «Мен де», деді Ләйлә екіленіп. Тарыхтың сөзі оны үмітсіздендірсе де, ештеңе сездірмеске тырысып, даусын көтере түсті. «Менің де ешқашан тұрмысқа шыққым келмейді. Үйлену деген ақымақтық қой. Бос әурешілік десеңші. Бекерге сонша ақша шашып, нен айтасың? Қайта келмейтін киімдерге деймін. Егер мен үйленсем», деді Тарых, «олар маған қалыңдыққа және менің басыма тапаншасын тіреп тұрған адамға орын дайындаулары керек». Алдында отырған адам оларға қабағын түйе бұрылып қарады. Экранда Алена мен күйеуінің сүйіскені көрсетіліп жатқан. Ләйләнің жүрегі дүрсілдеп қоя берді. Құлағының түбінен ыстық ағыс шарпып өткенін аңғарды. Тарыхтың да тынысы тоқтап қалғандай. Экрандағы сүйіс ұзақ жалғасты. Ләйлә орнынан қозғалмауға, үнін шығармауға тырысты. Көзінің қиығымен Тарыхты күзетті. Оның да өзіне назар аударғанын сезіп отырған. Тарых оның тынысының жиілегеніне, жүзі қызарып тұла бойы ысып бара жатқанына назар аударды ма? Оны сүйіп алса қалай болады? Аузының айналасындағы түктері ерініне тиіп мазасы қашса ше? Тарых та қипалақтап тыпырши бастады. Арадағы ыңғайсыздықты реттеу үшін тамағын қырнап: «Естуімше, Сібірде түкірсең түкірігін мұз болып түседі екен», деді. Екеуі қысыла абдырап күле берді. Фильм бітіп сыртқа шыққанда күн ұясына қонып ымырт үйірілген еді. Күннің жарығында Тарыхтың көзіне қараудан құтылғанына Ләйлә қатты қуанды.